1994 жыл. Ауылда жұмыс жоқ. Жарық өшкен. Нан пісіретін ұн таппаған адамдар кебекті илеп жей бастаған кез. Бұл ауыл аудан орталығынан 40-50 шақырымдай қашықтықта орналасқан. Қыста қар басқан жолды ашатын техника жоқ. Сондықтан ауыл адамдары қар қалыңдамай тұрып, қыстың басында аудан орталығынан азық-түлікті тасып алып, көктемге дейін жан бағады. Ауқаттылары атына шана шегіп, керегін ауданнан алдыртып жататын. Сол жылдың күзінде араға аз уақыт салып, бірінен соң бірі ерлі-зайыпты адамдар қайтыс болып, артынан улап-шулап бір қыз жетім қалды. О дүниелік болған ата-аналарының туыстары ақылдаса келіп, қыздарды жетімдер үйіне өткізбек болып, ауданнан автобус шақыртты. 30 жылдан астам совхоздың қойын бағып, адал еңбегімен үлесін қосқан сол ауылдың тұрғыны тілектес жетім қыздарды өз қамқорлығыма аламын деп елдің ішін дүр сілкіндірді. Мұндайды күтпеген ауыл басшысы: сіздің бұл шешіміңіз сауапты іс, бірақ өзіңіздің 4 қыз бен 1 ұлыңыз бар. Оның үстіне мынау 5 қызды алсаңыз, қалай асырамақсыз? Жұрт өзінің 1-2 баласына азық пен киімді қайдан аларын білмей жүргенде, 10 баланың салмағы ауыр демей ме? Деп тоқтатпақ болды. Белді бекем буған тілектестің алған бетінен қайтпайтынына көз жеткен ауыл басшысы жалғыз өз шешім қабылдауға шамасы жетпеген соң аудан әкіміне хабарласты. Көп күттірмей аудан әкімі де ауылға келеді. Ол да ары-бері айтып көндіре алмаған соң: олай болса, сіз 1 қызды алыңыз. Біреуін ауыл басшысы, біреуі мектеп басшысы, тағы біреуін аудандық білім бөлімінің басшысы алсын деп шұбырта жөнелтеді. Соңына дейін сабырлық сақтап тыңдап болған тілектес: 1 қой егіз тапса, шөптің басы айыр шығады. Ауыз жаратқан Құдай оны нәпақасыз қалдырмайды. Асыраушы Алла, ал мен себепкер ғанамын. Жетімдіктің не екенін мен жақсы білемін. Әкемнен 3 жаста, анамнан 12 жасында айырылып қалдым. Сондықтан бұл балдардың барлығын мен аламын. Бөліп беретіндей сендерге бұлар мал емес, деп сөзін түйді. Келіспеске амалы қалмаған атамінерлер өз жөндеріне кетті. Ал ауылдың сөз аңдып, өсек теріп, қыңыр сөйлеп қалғандары: байқа тілектес, ертең тамақ таппай, 10 баламен шұбырып, ел кезіп кетіп жүрме, деп қаңытып жатты. 5 қыз жаңа қонысқа жайғасқан соң, 1 ай өтер-өтпес уақыт шамасында бейтаныс бір жігіт ауылға келіп, диірмен сала бастады. Теміржол мен тас жолдарының бойына жайғасқан ауылдарға қарамай, жолсыз жатқан ауылға диірмен салуы талайды таң қалдырды. Десек те бидайларын өктіріп алуға келіп кететін көліктер мен баратын жеріне жетіп алатын мүмкіндікке қол жеткізген ауыл тұрғындары үшін бұл диірмен құтты болды. Диірмен иесі ауылдағы тілектестің шаңырағында жақында болған оқиғаны ести салысымен сол үйге барды. Естігенін көзбен көрген соң разы болып: сіздің бұл жасағаныңыз үлкен ерлік екен. ұн жағын уайымдамаңыз. Ай сайын 5 қап ұн және наубайханадан күнде қалағанша нан алып тұрыңыз. Қарсы болмасаңыз, мен сізді жұмысқа қабылдап, жалақы да төлеп тұрайын, деп аяқ астынан жарылқап тастады. Бір қызға әу баста күле қарап: тамақ таппай ел кезіп кетпе, деп мазақ еткендер керісінше осы үйден қолдарына ыдыстарын ұстап ұн сұрап келетін болды. Осыдан соң 6-7 жылдай ауылда тұрған тілектес балаларын оқыту үшін қалаға көшуге мәжбүр болды. Жетімдерді қанатының астына алғанына 1 ай өтер-өтпес уақытта диірмен ашылып, бұлар ауылдан көшкен соң, сонша уақыттан соң диірмен жабылды. Түсінген адам үшін бұл оқиға зор хикмет бар. Алла тағала жетім қыздарды ризықтандыру үшін бір қолына диірмен салдырып қойып, оның үстіне береке беріп қойды. Ал осы оқиғадағы тілектес атты кейіпкер менің марқұм әкем еді. Арман Тілектесұлы Бердалин.